Кірпінің жаралуы. Бір күні Хауа сиыр сауып келе жатса, көйлегінің етегі шеңгелге ілініп, жыртылып кетеді. Жыртылған тесіктен балтыры көрініп қалады. Хауа қатты ұялып, не істерін білмей алаңдайды. Ауыстырайын десе, өзге көйлегі жоқ. Көңілін мұң шалады. Жыртық киімін уайымдап отырып, көзі ілініп кетеді. Сол сәтте Құдай тағала кірпіні жаратып, Хауа жібереді. Ол қораға кіріп, қойдың жүнін тісімен қырқып алады да, оны жіпке айналдырады. Үстінен бір инесін алып, оған жіп өткізеді. Сөйтіп, Хауаның көйлегін жамайды. Тесікті білдірмей жамап, аяқтай бергенде Хауа оянып кетеді. Ол көйлегінің жамалғанын көріп, қуанып кетеді. Кірпіні алақанына салып, алғысын айтады. Сауып әкелген сиырдың сүтін береді. Кірпі сүтке тойып алады. Хауаның жанында жүріп, жәрдемшісіне айналады. Хауа кірпіге қарап отырып, тігін тігуді, киім жамауды үйренеді. Әліге дейін кірпілер сиырлардың сүтін жақсы көреді. Кейде үйге тығылып кіріп, адамдардың сүтін ұрлап ішіп кетеді.